Bismillah. Assalamu alaikum. Harımsızlar ağayın aldarlarınıza dərgir Rumadan Jarqınбек уулу. Endi mына аты жаман індет алдыда екінші толқын болады деген болжамдарды кейбір мамандар айтып жатыр Қазақстанда. Шынтуайтында алдыда болайын деп жатқаны екінші толқын ба? Егер де болса, әрине біз оны ешқашанда болсын деп тілемейміз. Алла еш уақытта да оны бізге көрсетпесін, бетін аулақ қылсын дейміз. Саулық сақтықта демекші. Шынтуайтында осы жақында маған бір пациент емделді. Сол кісінің сөзден сөз шығып маған берген ақпарат бойынша енді оның сұмдық ақпарат деп айтуға болады. Өскенде бізде бірінші толқын болған кезде көп кісілер жаңағындай дәм сезу, иіс сезу әлсіреп, соны жоғалып, сондай бір ауыр белгілермен осы коронавирустың осы белгілерімен танымал болды. Сол кісінің айтуы бойынша өткен жылдың, яғни 2019 жылдың декабрь айында өзінде сондай ауыр белгілер байқаған, дәм сезбей, иіс сезбей қалған. Демек, біз енді Қытаймен көрші болғандықтан, Қытай іргемізде тиіп тұрғандықтан, оның үстіне ол кезде бұл ауру туралы оншалықты бір ақпарат ұлғайып таранмағандықтан, одан кейін бізде қарым-қатынас Қытаймен жиі болғандықтан ол вирус ауада тарайтынын білмедік те ол кезде. Сондықтан ол бізге әбден емін-еркін кірген болуы мүмкін ол вирус. Одан кейін адамдар арасында кең көлемде тараған болуы мүмкін. Тек сол жеңіл-желпі түрінде өткен болуы мүмкін, немесе симптомсыз ауыр белгілер сезілмей. Ал енді жаңағы иіс сезу, дәм сезу сондай белгілерінің кемеюі немесе сезбей қалуы, ол тек осы коронавирустық өкпе қабынуда ғана кездескен бір симптомдар болып табылады. Сондықтан да мен сол кезде ол бізде бірінші толқыны болды деп есептеймін өз басым. Ал енді мынау өткенгі июнь мен июль айы аралығындағы болған бұл толқыны ауыр жүрілді. Бізде екінші толқын болған болу керек. Өйткені бізде бұл аурудың мерзімін дұрыс есептей алмады, таралу мерзімін. Соның салдарынан карантин болмайтын кезде карантинға жапты, одан кейін жабу кезінде ашты. Өйткені бұған дәлел жақында осы қысқасы бұл вирусты қайтадан жұқтырғандар, қайталап жұқтырғандар байқалды. Яғни бірінші рет жұқтырғаннан кейін екінші рет қайтадан жұқтыру дәлелдері көрілді әлемде. 4 мемлекетте болды бұл жағдай тіркелді. Ең бірінші сол Хонконг азаматы, яғни Қытайға қарасты қазір Гонконг деп қойды орысша. Сол елде тұратын бір азаматта апрельде осы вирусты жұқтырған, коронавирусты. Одан кейін ол да бір жеңіл-желпі түрлерінде болған, тамағы жыбырлау, жөтелу, температура көтерілу деген сияқты. Онымен 2 аптада емделіп, одан сауыққан, денесінде ешқандай вирустың қалдықтары қалмаған. Егер де вирустың қалдықтары қалып қайтадан өршіп ол көбейген болса, ол қайтадан жұқтыруға жатпайды. Денесіндегі түтіннің қайталануы болып табылады. Ал енді қайтадан жұқтыру ол басқа бір түрдегі вирустың денеге сырттан жұғуы. Яғни бұл вирус осы уақытқа дейін өзгеріп келе жатыр, сырттағы киімін ауыстырып деген сияқты. Бұл азамат сауыққаннан кейін осы июль айларында шетелге шыққан, Еуропа, Англия жаққа, Испания немесе. Қайтып келген кейін мәселе бұны жаңағы аэропортта тексерген кезде болған вирус табылған. Хонконгда таралған вируспен салыстырғанда геннің құрылымдарында сәл ұқсамастықтар байқалған, сондықтан бұл басқа жаңа түріндегі бір вирустың жұқтырғаны анық болған. Демек, бұл жігітте сол вирусқа қарсы антибоди денесінде 4 ай жұмыс істеген. Ал енді біздікін есептейтін болсақ, бұл осыған қарап отыр. Бізде декабрьда жүрілді десек, адамдардың денесінде сол кезде вирусқа қарсы антибоди, яғни антидене қалыптасты денесінде сол декабрьде. Ал енді бізде екінші толқыны, қазір оны бірінші толқын деп айтып отыр. Енді сол толқыны 6-7 айларда болды. Яғни маусым мен жаңағы шілде айларында. Сол аралықтарда бұл 6 ай сақталды жаңағы вирусқа қарсы дене. Сол кезде вирусқа қарсы дене таусылды, адамның иммунитеті қайтадан бұл вирусқа қарсы жойылды. Содан кейін оның үстіне карантин бізде сол наурызда басталған, негізінде сол маусым айларында басталу керек еді. Бұны уақытын дұрыс есептей алмады біздің мамандар.
Сонымен осындай кайгылы ауыр зардапка дуушар болдук бүгүн халык. Сонымен маусымда башталды. Яғни бұл 6 ай жаңағы антибоди денеде сақталды дедік қой. Содан кейін сол антибоди, ауруға қарсы антибоди, вирусқа қарсы антибоди таусылғаннан кейін адамдардың иммунитеті оған жоқ болды. Содан кейін оның үстіне сол кезде шекара жаңағы ашылды. Еуропаға, анда-мында, Дубайға, жаңағы Түркияға немесе саяхаттайтындар саяхаттап кетті, қайта келді. Соның басқа бір түрлерін қоса ала келді. Соның нәтижесінде бұл ауру тіпті де күшті таралды бізде. Соның нәтижесінде өлім жітім көп тіркелді, өкінішке орай. Енді осы логикамен біз ары қарай талдау жасайтын болсақ, енді екінші толқын сол 6-7 айларда болды. Адам денесінде тағы да антибодилар қалыптасты. Осында ең ұзақ болған сол 6 ай қазақтың енді иммунитеті жоғарырақ десең, Қытайларда мысалға 4 ай денесінде иммунитеттің нәтижесінде антибоди қалыптасқан болса, бізде онда 6 ай ұзағырақ. Қазақтың гені мықты, қаны күшті деген сияқты. Сондай өзіміздің тұжырымымыз бойынша айтатын болсақ, тағы да 6 ай жалғасса. Онда сол маусымнан бастап есептесеңіз, енді декабрьға тура келейін деп тұр, яғни желтоқсанға 2020-ның соңында бізде 3-ші толқын болуы мүмкін. Бұл енді бір логикалық талдау. Нақтылы анығын Алла біледі. Сондықтан да бізде енді жауатын іс болса, сол желтоқсанға қарай жауса дұрысырақ болады, карантинді жазса деп өз басым сондай бір логиканы ортаға қоямын. Осындай тәжірибелерге негізделе отырып. Егер одан бұрын жауып қойса, 10 айларда, яғни қазанда қарашылар жауып қой, одан кейін дәл сол вирустың күшейіп таралатын, одан кейін жаңағы адамдар денесінде иммунитеті азайған кезінде, ауруға қарсы антибоди таусылған кезінде ашып қоятын болса, тағы да біз осы өткендегідей қайғылы жағдайға душар болуымыз әбден мүмкін. Бұл біздің бұл арада ескертетін деген ең маңызды сұмдық ақпаратымыз. Ағайын, бұл видеоны міндетті түрде барлық әлеуметтік желілерде жаппай таратыңыздар. Өзіңіздің жақын туған туысқандарыңыз, таныс біліс, дос жаран, ағайын туыс, қысқасы 60-70-іңізге дейін ерінбей таратыңыз. Бәлкім сіздің сол бір түртіп қалып таратқаныңыз бір адамның денсаулығына бір оң пайдасын тигізер. Сондықтан да бұны бөлісуден ерінбеңіз. Білімді бөлсеңіз көбейеді, соны ұмытпаңыз. Сосын сіз әлі біздің каналымызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде қоңыраушаны басып біздің каналымызға тіркеліңіз, біздің тұрақты көрерменіміз болыңыз. Сонымен қатар бізден әр уақытта осы пайдалы медициналық кеңестерді тыңдауға асығыңыздар ағайын. Медициналық, қазақ тіліндегі медициналық арнамыздың дамуы үшін өзіңіздің бірігішлік үлесіңізді қосуға шақырамыз. Ағайын, ауырмаңыз. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.